Атыраудың ортасы қанша сағат деді жауабымен? Хотя уже бір 2 сағаттай уақыт қалған сияқты бізде, да? 2 сағатта жететін сияқтымыз еще. Алейкумассалам ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Қымбатты менің оқырмандарым, Аллахтың қалауымен альхамдулилля Оралдағы сафарымыз аяқталып, қазір Атырау бетке қарай жылжып келе жатырмыз. Иншалла мынау Индер дейтін жерге келіп қалдық. Алла амандық берсе, иншалла Атырауға барып жетеміз. Атырауға тоқтамайтын шығармыз, шамасы ары қарай Құлсарыға қарай шығып кету керекпіз. Бәлкім Құлсары, бәлкім Бейнеуге барып табан тіреміз ғой. Сағат 2-ден 4 кетті. Барша уайым білдіріп, жақсы сөздер, жол болсын айтып жатқан ағайындарға алғыс айтамын. Аллах разы болсын сіздерге, жақсыларым. Енді тәуекел етіп шығып кеттік, не де болса. Альхамдулилля. Так, тәуекел етіп шығып кеттік. Танымайтын жолдардың қайсысы, негізі қай жерден не шығып қалатынын білмейсің. Оны әдемі екен, да? Болды, Аллах разы болсын. Ва алейкумассалам, Алла разы болсын. Аллах разы болсын сіздерге, бауырларым. Машаллах, баракаллаху фикум. Машаллах. Так. Ауылды ұйықтатып жатырмыз тынышымызға. Так. Аллах нәсіп етсе, иншалла бір 2 сағаттан асып кетсе. Индер дейді. Неде Атырауда оламыз. Атырауға тоқтамайтын шығармыз, себебі қазір біліп отырмыз, егер тоқтайтын болсақ. Так, енді сұрақ қай жолмен кетеміз? Сұрақ қай жолмен мына жолға түсе беректі. Иншалла осымен айналып шығып кететін шығармыз. Солай шығар деп ойлаймын. Жалпы жол бойы Диде бауырымыздың шығармашылығымен таныстырып әнелерімді өте бір эмоцияға толы сафар болды. Сол Оралдан алған әсерімізбен бөлісіп келе жатырмыз. Альхамдулилля, бір жақсы, бір берекелі, қайырлы сафар болды. Альхамдулилля. Барша оралдық достарымызға алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Қонақжайлық танытқандарына. Так, дұрыс келатырмын ба? Иә. Мынау емес па? Мына оң жақпен шығып кетпейміз, а? Жоқ, тіке жүре беріңіз. Нормально ма?
Енді 10-ға деп. Неге жалпы біз Индерға бұрып кеттік? Енді Индердің үстімен өтпейміз. Индердің үсті емес, ол жол бар негізі бана. Ол беспонтовый жол ол. Қотыр жол ол. Жүреміз, алдыңызда жол бітеді, сол жерден солға бұрыласыз. Атырауға, Оралға да бір 3-4 рет келіп, жергілікті болып кете жазап едік. Бұйырса Индердің үстінен өтіп те, солға ма, 10-ға ма? Жоқ, брат, 10-ға бұрыламыз. 10-ға бұрылсаң, онда қазір анекті жол бітеді, солға бұрыламыз. Мынау айналып кетпейді шығар. Жоқ, мына жол қазір иншалла біз солға бұрыламыз да, сосын 10-ға қарай алып кету керек біздерді. Солай емес пе? Мәшін жоқ па ар жағында? Жоқ. Полиция шығады алдымыздан. Так, мына жерде газ көрінеді, байқадыңдар ма? Мына жерден газ алып тастаймыз ба? Барып көріп жіберейік, иншалла. Газы мүмкін бар шығар, мүмкін жоқ шығар. Болса газ құйып алайық. Көңіл күй жақсы, бауырлар. Көңіл күйіміз жақсы, өзімізді өте бір сергек сезініп келе жатырмыз, себебі бауырларымызды қимай қоштастық. Күштен де әсер бар ғой, баракаллаху фикум. Шашқанымды ұмытып кеттім бар ғой. Мынау қосылып тұр ғой. Қосылып тұр деген сөз. Так, енді қалай бар? Бұл шығарым екен. Біздің рекет түсіп кетті. Барып шаруа шешейін деп жүр, баракаллаху фикум. Ана резинканы өшеш. Адам шыға машинен, соны ұмытып тұр. Сигнал өшір. Ұйықтап атыр ма? Ей! Шырақ. Тұрғызып газ алу олайға, газ болса. Алға өр дейді ол, брата. Ассаламайкум. Шырақ, ағажан, ояусың? Ағажан, айбекке. Ағамыз ояу екен, бауырлар. Алхамдулилля. Ағамыз ояу екен. Ағамыз ояу екен, көзі ұйқыға бояу екен. Резинка бар ма чеки? Мә, бер резинканы ойбай. Так, сәл бір бей жазып жүйінші. Қатты тәуекел етіп айдап батырмыз. Полный құйвал. Атырауға барсақ, иншалла. Арғырай бір yapamыз. Кеше ана Оралдағы шаштаразға шаш қидыртып кеттім ғой. Иншалла келесіде Алла амандық беріп, тағы да табанымыз Оралға тиіп жатса, сол жігітке, сол бауырымызға мен барам қайттан шаш алдыруға. Себебі өте жақсы алып берді шаштың үлгісін. Адамды оқиды екен бар ғой. Жалпы қандай шаш жарасатын сезетті. Тәжірибелі кісілер ғой. Алхамдулилля. Кеше Оралға кіріп келе жатқан кезде Аллахтың қалауымен бір қоянға аққамыз. Сол бамперіміз сынып біраз қиындықтар болған. Мынау соның естелігі. Жалпы Оралдың қояндары мықты екен, бастары, баракаллаху фикум. Оралдың қояндары мықты екен. Так, айтпақшы, газдың бағасын көрсетіп жүрейін. Жалпы газбен не қылатын адамдар бар ғой.
75 теңгеден екен газдар. Трек шыққанда трек туралы ештеңе айта алмаймын, бірақ бұйырса иншалла болады. Машалла. Бір көңіл күйім болмай, шабытым болмай, қол сілтеп кетіп бара жатыр едім, мен шынын айту керек. Андай нәрсе ғой, шабыт болмаса, жалпы ештеңе жазғым келмейді ғой. Сол қол сілтеп кетіп баратқан жерімнен дәкең кәдімгі білмеймін қандай сөз айтқан. Сол дәкең бір сөздерді айтып, бір басталып тұрған тректі бітірмей негізі кетіп баратыр едім. Ауылға жазарым деген сияқты. Сол дәкең, сол тыңдармандардың ақысын берейік, тыңдармандардың сенімін ақтайық деп мені алып қалды былай айтқанда. Сол үшін Данияр бауырымызға жалпы рахмет айтып қойсаңыздар болады. Ертеңгі алдағы бір өте жақсы дүние дайындадық, соның шығуына себеп болған үшін. Әйтпесе маған салса Оралда дым жазбайда кетіп қалатын түрім бар екен. Машалла. Сол Данияр бауырым, Аллах разы болсын. Бір ауыз сөзі мотивация, бір ауыз сөзі шабыт, бір ауыз сөзі ықыласыңды, ынтаңды оятып тұр ғой. Салмақ қоса алдым, ертең көреміз енді, бұйырса қолға алам ғой иншалла. Қайттан аяққа тұрамыз ғой. Бізде 24 сағат тікелей эфир, папарацци адамдар қасыңда жүрді. Абдурахман деген менің қалай десе операторым. Абу көңілге қалай? Абу көңілге қалай? Көңілге бесман той, Оралға қайттан барғым келіп тұр. Оралға қайттан барғым келіп тұр? Оралға дейші. Лав жермеш. Ертең қайттан газда барамын. Бұйырса енді алады. Алла амандық берсе. Жазда Оралға өздері, оралдықтардың өздері де айтып жатыр ғой, жазда келіңіздер. Жаз, Орал, Швейцария болады. Иншалла. Сол табиғатқа. Там болды ма не? Жеткедің ма? Давай. Так. Мынау біздің машинамыз. Ал. Болды, Алла разы болсын. Так. Алхамдулилlah. Кім, Абу? Абу? Мәшін, соткың жарығын жақта, мәшінің төрт аяғын қарап шықшы жағдайын. Абдурахман, мәшінің төрт аяғын қарап жүрші. Так, газымызды құйдық. Так, енді Атырау тас жолында мал көп болады, байқан дейді. Аллах разы болсын, бауырым. Аллах разы болсын, жазакаллах хайран. Мынандай километр жүріп тастаппыз Атыраудан бері қарай. Яке бер ровно. Болды, кеттік. Есептей беріңдер, мынау Атыраудан бері қарай 408 километр жүріп тастағанбыз, мына қараңдар. 2:16. 2:16 сағат. 408 километр жүріп тастағанбыз. Уалейкум сәлем, рахматуллах баракатух. Ушем жігіттер, енді Индор мен ненің ортасында мал көп болады дейді, ал ескертіп жатырмын жалпы. Не қылайық? Өте бір сақтық танытпайық, жарай ма? Бұйырса нөлге қойып. Сол мен просто өзім бір бәрін қамти алмаймын ғой, білесіңдер ғой, жақсылар. Так, фарм жатып тұрды, бисмиллах. Бисмиллах деп ояндым сәресіге, мойын сынып Аллахтың уәдесіне. Сәресіде береке бар деп айтқан
пайғамбардың хадисін ал есіңе. Так. Осындай бір сусындатшы осындайыңнан. Сусындатшы? Джек Спраттан. Сусын ішіп ал. Да, бисмилlah. Ал, сәттіліктілік қойыңдар. Индердан киндер алып Атырауға қарай шығып бара жатырмыз. Так. Так, дұрыс келе жатырмыз ғой, Ана жерде оңға. Бәсе сонда бірдеңе бар шығар, Алхамдулилля, қуанып жатырмын бар, газ, бензин бәрін тығып алғанымызға. Бисмилlah, ал көрейік ал. Сосын не ғой, мұнда мал бар да, жолдың бойында, соны ескертіп жатыр біздерге. Әмин, рахмет бауырлар. Мал бар деп жатыр, сосын не? Мал бар, сосын не? Гаи көп бұл жерде. Сәл кішкене достармен амандығымызды көрсетіп отырайық. Бауырлар, өнер деген жол осындай жол. Кейде үлкен бір дүнияны жасау үшін осындай үлкен сапарларға шығып келу керек болады. Енді Аллах амандық берсе, Дәкен екеуміз бір өзара келісім шарттарға отырғандай болдық. Әзірге ештеңе айтпаймын, жекеде шығып ештеңе айтпаймын. Бұйырса сіздерді жалпы алдағы осы жартыжылдықта Алла нәсіп етсе қуантуға ниеттіміз, иншалла. Бірақ ол не болатын, қандай сый болатын ештеңе айта алмаймын әзірге, себебі оның бәрі ғайып нәрсе. Тек қана сол Дәкен уақытын қарау керек, шабытын қарау керек, ниетін қарау керек. Бұйырса сол сіздерді қуантуға тырысамыз. Асылында бауырлар осы жүрістің бәрі сол сіздер үшін. Бала шағамызды тастап, жылы төсегімізді тастап, үйімізді тастап, қарайған шаруамыз бар еді. Соның бәрін тастап, қарайған жарнама түсіру керек, бала шағаң ақысын беру керек, қаншама жұмыстар бар. Бәрін бауырлар тастап, осылай сапарға шығып кеттік. Енді сол сіздерде біздердің шығармашылықтарымызға қолдау білдіріп, сүрініп атсақ, аяққа тұрғызып, демеу жасап, жылы сөз айтып, әрбір жасалған шығатын еңбегімізге тек қана жаңағы кеше Дәкең айтқандай смайликпен емес, шынайылықпен коммент жазып қалдырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады бауырлар. Себебі кеше Әл-Насырдың альбомы шықты, оның алдында Райымның альбомы шықты, бәрін көріп келе жатырмыз. Шынын айту керек, біздің тыңдармандардың деңгейі әлі біраз төменде. Қаншама еңбек қой оның бәрі деген, қаншама жүкең тозады. Кеше Данияр бауыр мысалы отырған кезде қарап отырым, былай айтқанда енді өзі адам байқамайды ғой, шашына ақ түскен. Ол ақтың бәрі қаншама еңбек деген сөз. Кейде өзі де айтады, күйініп кетесің дейді, соншама еңбекті жасап келіп, тыңдармандарға ұсынған кезде мынандай жаңағыдай күліп тұрған, бомбаның сурет тұрған, жарылып атқан, сондай бір қаншама еңбек, қаншама қаржат қой, соның бәрі бір жаңағыдай смайликпен бағаланған кезде іштей күйініп кетесің. Сол үшін сіздерден де өтініш, мен өзім жалпы Райымның альбомын тыңдап келе жатырмын. Ертең Райымның альбомы шыққан кезде, Алла нәсіп етсе, сол кезде әділдік қылып, еңбектің, таза еңбектің ақысын беріп, толыққанды пікірлеріңізді жазсаңыздар, Данияр бар, Райым бар, қай-қайсысы да, осы DJ Records командасының жігіттерінің қай-қайсысы да сіздерге алғыс айтудан жалығып қалмайды, яғни ерініп қалмайды. Түсінікті ғой, сол үшін сіздер де құрметпен қарасаңыздар деген ұсынысым ғой мен айтып отырмын. Ертеңгі Райымның бұйырса шығатын альбомы ол бір жыл бойы өңделіп, бір жыл бойы күтіп, бір жыл бойы уайымдап, бір жыл бойы жүйкесі тозып,
бір жыл бойы сағындырып келген дүние болайын деп тұр бауырлар. Сол үшін осы бастан сіздерге ескертіп айтып жатыр бауырлар. Әділдік қылайық. Ертеңгі Райымның альбомына қолдау білдіріп, жақсы сөздерімізді, жылы сөздерімізді аямай жазайық дегім келіп отыр. Қарап отырсаң, түкке тұрғысыз нәрсе сияқты, бірақ шығармашылық адамның шабыты, қуаты, сол сіздердің жылы сөздеріңіз, сіздердің комменттеріңіз бауырлар. Данияр бауырым да сол жақсы пікір тыңда есту үшін, сіздердің яғни қолдауларыңызды сезу үшін жарты ғасырға татитын альбом жазып беріп отыр Райымға. Кешегі Әлнасырдың өзіне жазған дүнияның өзі әсері бөлек мысалы. Жаңа тыңдап келе жатырмыз жолда. Өте керемет деңгейде жасалған дүние. Оны екінің бірі ондай нәрсені жасай алмайды, шынын айту керек. Екінің бірінің қолынан келе беретін дүние емес. Сол үшін тағы да осы сәтті пайдаланып Данияр бауырыма сәттілік тілеймін. Алғыс айтамын. Қол-аяғы тер көрмесін. Бауырымыз тек амандықта, саулықта, сәлеметтікте ауырмай, сырқамай жүре берсін деген менде бір шеті ағалық, бір шеті бауырлық, бір шеті өнер адам ретінде, дос ретінде осындай тілегім бар. Видеорекордс командасына сәттілік тіледім. Ана оқып беріп жүрші сәл, не жазып жатқан көзім жетпеді. Себебі кейіпкер адамдармен шығатын дүние. Әрбір адам маңызды болғандықтан біреудің шаруасы бар, біреуінің жұмысы бар. Біреулер жұмыста, біреулер өз үйінде, біреулер келіспейді деген сияқты. Адамдар байланысты. Сондықтан ол белгісіз ол жұмбақ, бізге де жұмбақ. Так. Бәрі де танысың ба дейді. Кейіпкер деген жоба тек қана клип және тағысындағы ондай нәрсе емес, өмірдің бір смыслы. Ондай нәрсе тек кейіпкер бұл не емес, тек қана бір тарихты ашып көрсететін нәрсе емес. Бұл қазақ рэп қалай құрылды, қазақ рэп деген не зат, қазіргі рэп деген не, жаңа толқындағы рэперлер деген не, жалпы үлкен жоба бұл. Сондықтан өзімізде үлкен жауапкершілікпен қарағасын, үлкен уақыттарды талап ететін. Траста 110 дейді. Алла разы болсын. Сау бол, Шәбеке, Алла разы болсын дейді. Әңгіме жоқ, ауылға аман есен жет, Алланың қалауымен. Әмин, рахмет бауырлар. Алла разы болсын сіздерге. Сіздердің сапарларыңызға Алла оң барсын. Әрине, әрбір альбомды жібермей тыңдаймыз. Қайдасың Жеке, қай, шама? Кім айтып отыр? Тулеуов Ж. Айтшы қайда кетті? Біздер Атырау мен Оралдың ортасында Индер дейтін қаладан шығып бара жатырмыз.
мүбәрәк болсын, үй ішің аман болсын, барлығымыз Алла разы болсын. Уалейкум сәлам ва рахматуллахи ва баракатух. Амин, амин. Ва иякум. Аллах сізден қабыл етсін нашым. Брат, ұйқы келіпті ғой дейді. А? Ұйқы келіпті ғой дейді. Жол болсын, браттар дейді, жол болсын дейді. Амин, амин. Ақиқат, ассалаумағалейкум айтып жатыр, ақ жол бауыр ағалар дейді. Уалейкум ассалам. Амин. Орынбасар Нұрсұлтан жол болсын жігіттер дейді. Уалейкум ассалам. Рахмет. Болды. Ананы не olsun bu? Toplatıp saklayıp isteyeceğiz. Қазір сөйлейтін шығар. Жігіттер біздер қаладан алыстағандықтан қазір сейіттің өзі де нашарлайтшы, сондықтан прямойды тоқтатайын. Бөдене дейтін ауылдан шығып кетті. Қандай? Бөдене. Бөдене дейтін ауылдан шығып бара жатырмыз. Жақсы, аман саулықта кездескенше.